Оралдық мердігер компания қара жерге асфальт төсеп жол салған, қыруар қаржы бөлінген жолды осылай күрделі жөндеп құтылмақ болған кәсіпкердің кемшілігі анықталды. Биыл қалада 33 кешенді жөндеу өткізу жоспарланған. Енді бұл істі құзырлы органдармен қатар арнайы мониторингтік топ бақылауын алмақ. Ақтөбеде де жағдай мәз емес. Былтыр жөнделген облыстық маңызы бар бірнеше тасжолдан түрлі кемшіліктер анықталды. Жауапты мердігерлерге оны жоюға нұсқау беріліп, кінәлілер жауапқа тартылған. Бірақ мұндай кем-кетік облыс қана емес, қалада да жетіп артылады. Бұл былтыр 700 миллион теңгеге күрделі жөнделген Әлия Молдағұлова көшесі, бірақ жыл өтпей жатып, жолдың бетоны ыдырап, түрлі шұқырлар пайда болды. Енді мердігерге сапасыз жолды қайта жөндеу міндеттелген. Алайда бұл тапсырмада талапқа сай орындалмаған. Мысалы үшін олар күрделі жөндеудің жүргізудің орнына тесіктерді жамап, сондай жұмыстармен шектеліп отырды. Бүгінгі таңға дейін әлі мынау жолдың үстіңгі қабатын толығымен алмаған сапасыз объект қабылданып, ол сапасыз объектіге ақша мемлекет қаржысы жұмсалатын болса, әрине бұл бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіледі, немесе басқа да тергеу жұмыстары жүргізіледі, заңмен қаралған. Демек, бірнеше қабаттан тұратын жолдың үстіңгі бөлігі толығымен алмастырылуы керек. Күрделі жөндеу жұмысына жауапсыздық танытқан мердігер бұған міндеттелді. Биыл Орал қаласында 33 көшені жөндеу жоспарланған. Ұзындығы 61 шақырым қалашылық жолды жөндеуге 9 миллиард теңге бөлініпті. Жол құрылысын енді адалдық алаңы сапалы жол жобасы мен арнайы мониторингтік топ бақылауына алмақ. Салынған жолдардың сапасына қатыссын Ақтөбеде де аз емес екен. Аймақтағы әріптесім Бақыт оның жай-жапсарын айтуға әзір. Бақыт. Рахмет, Еркін. Бізде де жол жөндеу жұмыстары қарқынды түрде басталып кетті, бірақ кемшіліктер де жетіп артылады. Жол құрылысы басталған жерлерде бүгінде асфальт бетон жамылғысының қалыңдығы талаптарға сай болмай жатыр. Жанқожа Батыр көшесінде асфальт бетон жамылғысының кеуекілік қабатының төселіп кеткен қабаттан алынған керінің қалыңдығы сәйкес келмей қалды. Жоба бойынша 6 см болатын болса, ол жерден 4,5 см шықты. Сондай-ақ Заречный 3 елді мекенінде жаяу жүргіншіге арналған тротуар жолдан да кемшілік табылған. Жоба бойынша жабындының қалыңдығы 15 см болуы тиіс болса, тексере келе 7,5 см ғана төселген анықталған. Жалпы биыл шаһардағы 97 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізу қолға алынып, оған қаражат ел қазынасынан бөлінген. Қазіргі таңда мына жұмыспен қамту бағдарлама аясында республикалық бюджеттен 13,9 миллиард біз облыс әкімінің тапсырмасы бойынша тиісті құжаттарды дайындап, ол жұмыстарды біз бастап кеттік қазіргі таңда. 170-тен астам шақырым жол жөнделеді. Қосымша сол қаржыдан үнемдеу болып, біз тағы да кейбір халықтың сұранысы бойынша сол көшелерді жөндейтін боламыз. Әкімдік Ақтөбеде салынып жатқан тас жолдардың 60-тан астамынан сынама алыпты. Солардың бүгінде 18-дің арнайы талапқа сай еместігі анықталып, кемшіліктерді жөндеуге уақыт берілгендігін айтты. Жалпы облыс өз алдына қала көшелеріндегі жолдардың 80% тозған, тең жартысы сын көтермейді. 2 жыл бұрын жөнделген жолдардың өздері қазір шұрық тесікке айналыпты. Бақыт Рахметова, Еркін Қарин, Нұркен Жалмұқан, Астана телеарнасы.